Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Электротехника және электроника негіздерінің тақырыбы 3 фазалы асинхронды қозғалтқыш. Оқытушысы мен Қадырханова Анар Маратқызы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты 3 фазалы асинхронды қозғалтқыштардың жұмыс принципімен танысу, артықшылықтары мен кемшіліктерін білу. Дамытушылық мақсаты пән бойынша қызығушылықтарын арттыру және ойлау, есте сақтау қабілетін дамыту. Тәрбиелік мақсаты өз бетімен ізденуге, ойын ортаға салуға, пікір алмастыруға тәрбиелеу. Асинхронды машиналарға анықтама беріп кететін болсақ, асинхронды машиналар бұл коллекторсыз айнымалы тоқ машинасы болып табылады. Машинаның айнымалы магнит өрісі ротордан жылдам айналады. Сондықтан да асинхронды қозғалтқыш деп атаймыз. Асинхронды қозғалтқыштарды ең алғашқы рет 19 ғасырдың аяғында 1889 жылы Михаил Осипович Далива-Добровольский ойлап тапқан және бүгінгі күнге дейін өзінің алғашқы белгілерін сақтап келеді. Артықшылықтары: құрылысы қарапайым, сенімділігі жоғары, салыстырмалы түрде бағасы төмен. Асинхронды қозғалтқыштың құрылысына келетін болсақ, құрылысы бойынша өте қарапайым. Статордан және ротордан құралған. Статор бұл цилиндрлік қозғалмайтын бөлігі болып саналады. Ал ротор болса машинаның айналыс жасайтын бөлігі. Статор негізгі 3 бөліктен тұрады: тұрқыдан, өзекшеден және орамадан. Ал ротор болат біліктен және өзекшеден тұрады. Қазір біз асинхронды қозғалтқыштың жұмыс принципімен және құрылысымен анығырақ танысамыз. Бұл видеода көрсетілгендей асинхронды қозғалтқыш берілген. Асинхронды қозғалтқыштың корпусы және оның ішкі құрылысымен танысамыз. Ішкі бөлігінде атап өткендей статордан және ротордан тұрады дедік. Статор қозғалмайтын бөлігі және статор қалыңдығы 0,35–0,15 мм пластиналардан жиналған өзекшеден тұрады. Өзекше паздарына мыс орамдары орналасқан. Және статорға желіге тоқ берілген кезде оның айналасында магнит өрісі пайда болады дейміз. Магнит өрісінің пайда болуын қарапайым түрде қарайтын болсақ, желіге тоқ берілгенде оның айналасында магнит өрісі пайда болады дейміз. Енді 3 фазалы асинхронды қозғалтқыш желісіне дәл солай тоқ жіберген кезде оның өзгеру процесін мына график арқылы көрсете аламыз. Яғни тоқ өзгеретін болса, осы позициялардағыдай магнит өрісінің бағыты да өзгере бастайды. Магнит өрісінің жылдамдығы синхронды тоқпен синхронды түрде қозғала бастайды. Енді магнит өрісінің ортасына жаңағы тұйықталған өзекшені орналастыратын болсақ, магнит өрісінің ортасына Фарадей заңы бойынша бұл өзекшеде электрқозғаушы күш пайда болады. Бұл электрқозғаушы күш әсерінен Лоренц заңына байланысты екі бағыттаушы күш пайда болады да өзекшені қозғалысқа келтіреді. Енді бұл өзекшенің орнына ротор өзекшесін қоямыз. Қарап отырғандарыңыздай, айналасында магнит өрісінің жылдамдығы пайда болады. Яғни жаңағы индукциялық тоқ әсерінен бұл өзекшені де белгілі бір жылдамдыққа келтіреді. Магнит өрісінің әсерінен, яғни өзекше де айнала бастайды. Асинхронды қозғалтқыштың роторы да статордікі сияқты штампталған болат табақшалардан жиналады. Табақшалар білікке отырғызылады да цилиндрді түрінде келеді. Яғни жаңағы цилиндрлі роторда белгілі бір жылдамдықпен айнала бастайды.
магнит өрісінің жылдамдығы мен ротордың жылдамдығы бірдей айналатын кезде синхронды жылдамдық пайда болады. Яғни, көрсетіліп тұрғанда n ротор жылдамдығы және n магнит өрісінің жылдамдығына тең болғанда, бұнда электр қозғаушы күштің әсерінен бағыттаушы күштерді нөлге теңестіреміз. Онда ротордың жылдамдығы да баяулай бастайды. Яғни, ротордың жылдамдығы бағыттаушы күш әсерінен магнит өрісінің жылдамдығынан баяулай түседі. Яғни, көрсетіліп тұрғандай n ротор кіші n магнит өрісінің жылдамдығы. Бұл айырмашылықты сырғанау деп көрсетеміз. Яғни, асинхронды қозғалтқыштарда үнемі магнит өрісінің жылдамдығынан қалып отырады. Сондықтан да асинхронды қозғалтқыш дейміз. Ротордың жылдамдығы берілгенде бізге механикалық энергияны береді. Ал статор бізде электроэнергиясын береді. Осының арасынан шыққан жылу электроэнергиясының шығыны жылу энергиясы ретінде шығады. Оны көріп тұрғандай вентилятор арқылы немесе май арқылы суытып отырады. Асинхронды қозғалтқыштың құрылысымен және жұмысымен таныстық. Асинхронды машиналар жұмыс істеу режимдеріне байланысты үш түрде жұмыс істейді: қозғалтқыш ретінде, генератор ретінде, электромагниттік тежегіш ретінде. Және де қарап отырғандай формулалар көрсетілген. Асинхронды машинасының сырғанау формуласы және де статордың магнит өрісінің айналыс жылдамдығының формулалары көрсетілген. Қозғалыс режимінде жұмыс істеу кезінде статор өрісінің сызықтары роторға қатысты сағат тілімен қозғалады. Бұл жағдайда қозғалтқыш режимі деп аталады. Келесі генератор ретінде жұмысы, яғни бұнда асинхронды машина желіге параллель жұмыс жасайды. Бұндай режимді біз генератор режимі деп атайды екенбіз. Келесі электромагниттік тежегіш режимі. Бұнда ротор, статор магнит ағынының айналу бағытына қарсы айналады екен. Бұндай режимді электромагниттік тежегіш режим дейді. Араларында сырғу пайда болады. Асинхронды қозғалтқыш, жаңа атап өткендей, бұл айнымалы тоқ машинасы деп аталады. Қазіргі кезде үш фазалы қозғалтқыштар халық шаруашылығында барлық салаларында қолданылып келеді. Ал бір фазалы қозғалтқыштар негізінен автоматика схемаларында, электр құрылғыларында, тұрмыстық машиналарда кеңінен қолданыста. Және де қазіргі кезде өнеркәсіпте асинхронды қозғалтқыштың жұмыс істеу кернеуі 127 вольттан 10 киловольтқа дейін келіп жетіп отыр. Яғни қуатының үлесі бірнеше мың киловольтқа дейін жетіп отыр. Қазіргі кезде асинхронды қозғалтқыштарды электротракторларда, электроавтобустарда, электромобильдерде де кеңінен қолданысқа ие болып отыр. Осымен сабағымыз аяқталды.